Сәлеметсіздер ме? Егерде бетіңіз қыста жарылатын болса, осы масканы жасауға кеңес беремін. Ол үшін бізге творог қажет. Бізге творогтан 2 шай қасығын қоссақ жеткілікті. Творог беттегі ұсақ әжімдерді кетіріп, бетті ылғалдандырады. Келесі қосатынымыз бал. Дүкеннің балы болса да бола береді. Бізге балдан 1,5 болмаса 2 шай қасық бал жеткілікті болады. Негізі қолдың табиғи балы болған өте дұрысырақ. Бал мен творогты жақсылап тұрып, бір келкі болғанша қасықпен ары-бері езгілеп, жақсылап араластырамыз. Достар, бұл маска әсіресе құрғақ беттерге өте керемет әсер береді. Бұл масканы қыс ауасында қатты суықта жасаған өте пайдалырақ. Масканы көбіне түнде жасаған дұрыс. Бұл маска беттің жарылғанын кетіріп, суықтан қорғайды. Бетімізді макияждан тазартып, дайын болған маскамызды бір келкі етіп жағамыз. Масканы бетке жаққанда, маска дайындаған ыдысты бетке жақындатып жаққан дұрыс, себебі жерге түсіп кетуі мүмкін. Бұл масканы бір аптада 2-3 рет жасаймыз. Масканың әсері өте керемет. Бұл масканы өзім жасап, әсерін байқаған соң сіздерге кеңес беріп жатырмын. Бұл маскадан ешқандай да аллергия болмайды. Барлық бет терісіне арналған өте керемет маска. Сондықтан бұл масканы қорықпай жаға берсеңіздер болады. Көздің айналасына да жақындатып жаға бересіз. Ол себебі көздің айналасындағы ұсақ әжімдерді кетіреді. Масканы бетімізде 15-20 минут ұстап, жылы сумен жуып тастаймыз. Маскадан кейінгі әсер өте керемет. Бетім өте жұмсарып қалды. Қыста бетіңіз суықтан жарылып жүрсе, осы масканы жасап көріңіздер. Достар, маска ұнаса, видеоның астына лайк басып, комментарияға пікір қалдырып кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.